Қарқаралы ауданында Таза Қазақстан акциясы аясында 2000 тоннаға жуық қоқыс жиналды. Мөлдір бұлақ атауымен жоспарлы жұмыстар ұйымдастырылған, өткен аптада бұлақ маңы тазартылды. Аталмыш шараға 4000 адам қатысты. Бұлақ көрсең көзін аш демекші, жиналған көпшілік табиғаты тылсым өлкенің су көзін аршыды. Қарқаралы ұлттық табиғи паркі 1998 жылы құрылды. Мұнда сирек кездесетін өсімдіктер саны көп. Жойылып бара жатқан жасыл желектің 66 түрі бар десе де болады. Тамылжыған табиғат аясында Таза Қазақстан жалпы республикалық акциясы барысында еріктілер мен еңбек ұжымдары 180 тоннаға жуық қоқыс жинады. Таза Қазақстан айының акциясының саясында мұнау Қарқаралы өңірінің елдері, жігіттері, қыздары, жастары, үлкендері бәрі тазалыққа бет бұрысып, осы орманымызды тәртіпке келтіріп атқан жағдай. Адамзат баласын асыл тәжі пайғамбарымыз айтқан екен: өз бойын күтіп ұстап, кірпияздыққа жол бермей, шыныға білетін адам өміршең келеді деген. Қарқаралы ауданы аумақтарын тазалауға 4000-ға жуық адам қатысты. Таза Қазақстан экологиялық акциясының 5-ші аптасы мөлдір бұлақ деп айшықталып, ол аптада Қарқаралының Балқарағай маңайындағы бұлақтардың көзін ашты. Су айдындарының айналасын лас қоқыстан тазалады. Айта кетейік, Қарқаралы ұлттық табиғи паркінің аумағында орманды алқапта бірнеше бұлақ көзі бар. Біздің ата-бабаларымыздың осы уақытқа дейін осы киеліде қасиетті тауларды, орманды, бұлақтарды сақтап келген бізге тәңір жалқасын айтамыз ол кісілерге. Енді біздер жастар, осы жанымыздағы жүрген қатарлас үлкендер бәрімізде осы бүгінгі болып атқан игілікті істі қолдаймыз да, әр адам осы Қарқаралының аумағында тұратын, Қарқаралының қаласында тұратындар өзінің үйлерінің аумағын, ауласын тазартып, көшіп жүрген жерлерінде қоқыстан, кірден, азғындықтан, жамандықтан сақтауымыз жөн болады. Бұл акция тазалық айлығы ғана емес, табиғатқа күтіммен, қамқорлықпен қарауды мақсат тұтқан игі шара. Тазалық жұмысына білек сыбана кіріскен көпшіліктің бірлескен жұмыс арқасында Қарқаралы ауданында жалпы 2000 тоннаға жуық қоқыс жиналып, рұқсат етілмеген 14 қоқыс алаңы жойылған. Барлығы 257 гектар аумақ тазартылды. Бақыт Құлматова, Шалқар Алтынбеков, Николай Шевелев, 5-ші арна.